Қазақ халқының әлеуметтік желідегі жазбалары мен қарсы пікірлерінен кейін ресейлік тележүргізуші ТНТ-ның директоры Тина Канделаки күйзеліске ұшырап, суицидке баруға талпынған. Оқиға 2 күн бұрын Мәскеуде орын алып, Кремль тарапынан дереу құпияландырылды, дейді власть.io сайты. Мәскеу полициясына іс қозғауға тыйым салынды. Тина Канделаки күйзеліс ащы сусын арқылы баспақ болған. Ішімдікті көп мөлшерде қолданғаннан кейін өмірден кетуге шешім қабылдап, ұйықтататын дәрінің бір қорабын ішкен. Оқиғаны байқаған құрбысы жедел жәрдем қызметін шақырған. Дәрігерлер дереу токсикологиялық реанимация шараларын қолданып, тележүргізушінің өмірін сақтап қалған. Ал одан бұрынырақ ресейлік тележүргізуші Қырғызстанда орыс тілі шеттетіліп жатқанын жазған. Ол Қырғызстан билігі 1 жылдан бері Бішкектегі 4 ауданның атын өзгерту бойынша жұмыстар жүргізіп жатқанын айтқан. Бұл қазір Бішкектегі КСРО кезінен сақталған орысша атаулармен аталған Первомайский, Октябрьский, Ленинский, Свердловский аудандары. Қырғызстандық депутаттар бұл ұлттық идеологияны нығайту, сондай-ақ тарихи дәстүрлер мен құндылықтар негізінде азаматтардың рухани адамгершілік тәрбиесін жақсарту мақсатында ұсынып отыр. Қырғызстан халқының көбі қырғыз тілінде емес, орыс тілінде сөйлесе, қайдағы идеология? Бәрін қиындатудың не қажеті бар? Дейді Тина Канделаки жазбасында. Алайда тележүргізуші кейін осы жазбасын Телеграм арнасынан өшіріп тастаған болатын.